Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін көк пияз бен сарымсақ қосылған өте дәмді болып шығатын картоп кальциоларын жасайтын боламыз. Ол үшін бізге асылған картоп қажет. Картопты жақсылап пюре етіп езіп аламыз. Табаны отқа қойып қыздырып, кішкене сармай саламыз. Майдалап туралған сарымсақты салып қуырамыз. Оның үстіне ұнды салып, барлығын жақсылап араластырамыз. Су құйып, отты сөндірмей, барлығын тағы да жақсылап араластырамыз. Картопымызға дайын болған табадағы қамырды саламыз, көк пияз турап саламыз. Тұз және жүгері крахмалын салып, барлығын жақсылап араластырамыз. Картопымызды жайып алатын боламыз, қолы жабысатын болғандықтан ұнды көбірек себеміз. Стаканмен немесе дөңгелек кез келген затпен үстінен бастырып шығамыз. Қызып тұрған майға екі жағын қуырып аламыз. Осымен біздің картоп кальциоларымыз дайын, міндетті түрде жасап көріңіздер, өте дәмді шығады. Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін